Сәлем достар, бүгінгі видеода менің веб-каналымдағы шаблонның сборкасын жасайтын боламыз, және де бұның барлық түсі бар. Бұл шаблон дизайны өте керемет, өйткені қыз ұзату, сырға салу, 50 жас, 1 жас, әртүрлі мерекеге пайдалана аласыз. Міне мен уже распечаткадан шығарып қойдым. Бұл веб-каналда дайын размер, тек қана жазуын жазасыз. Жазуын қалай жазамыз, ол жайында менде видео бар. Комментарийдің астына тастап кетем, обязательно қарап көріңіздер. Мен распечаткадан шығарған кезде фотобумаганың қалыңдығы 200 грамм, 210, 220, 230 граммдыққа шығарсаңыз өте керемет болушы еді. 200 грамм кішкене жұқалау, но тоже әдемі көрініп тұрады, но кішкене советовала бы чуть-чуть выше граммды алуға, именно осы бомбонеркаға. Міне шаблонымды қазір қиып жатырмын. Барлық линиялары көрініп тұр. Сол линия бойынша ғана қиясыз. Дүзу қию керек. Шаблонды шығарған кезде односторонняя немесе двухсторонняя глянцевая шығарсаңыз болады. Менде видеода двухсторонняя глянцевая. Ішкі жағы да, сыртқы жағы да жылтырап тұрады. Шаблонды қиып болғаннан кейін беговкасын жасаймын. Мен беговканы канцелярский ножбен жасаймын. Қатты баспаймын канцелярский ножбен, өйткені қағазыңызды кесіп кетуі мүмкін. Енді көрдіңіз ба, беговка жасап болғаннан кейін сразу майыстырамыз. Майыстырып болғаннан кейін міне уже формасы пайда болады. Қалай жинау керек екендігі уже көрініп тұрады. Барлық шетін осылай майыстырасыз. Именно астын тоже майыстыру керек обязательно. Міне барлығы майыстырып болғаннан кейін бірақ міне клейді жағамыз. Менде клей осындай сулы клей алам. Прозрачный болып тұрады. Егер белый алатын болсаңыз, осындай жасыл, но белый алатын болсаңыз, ол ашылып кете береді. Сол үшін мен всегда советую осындай прозрачный алғаныңыз дұрыс болады. Енді осыны бір-біріне жабыстырамын. Именно видеоның осы жерлерін осы көрсетпеймін, өйткені кішкене түсінікті болу үшін сіздерге. Міне жабыстырып болғаннан кейін қараңыздар. Дырықолды аламыз, тура ортасынан тесесіздер. Дырықолдың примерно бағасы 400-500 теңгенің аралығында тұрады. Енді міне жабыстырып, шетін ғана жабыстырдық қой, пока что шетін жабыстырдық. Дырықолмен тестік. Енді қазір астыңғы жағын сборкасына кірісейік. Міне ең үлкен 4/3 аламыз. Примерно солай түсіндіріп жатырмын, чтобы түсінікті болу үшін сіздерге. Екі крылышкасын ішіне кигіземіз. Міне, екі жағын кигізесіз. Біріншісін түсірдіңіз, екі крылышкасын кигіздіңіз. Төртіншісінде үшкірін сол крылышкалардың астына жібересіз. Дәл видеодағыдай жасасаңыз, сізде де дәл осылай получится. Түк қиындығы жоқ. Егер де беговкасын, самый главный беговкасын жақсы жасасаңыз, шаблоныңыз да осылай әдемі жиналатын болады. Міне ішкі жағы осылай болып тұр. Именно осы бомбонеркаға любой лента келе береді. Кішкентай болсын, үлкен болсын. Міне, қазір лента өткізетін боламыз. Мен лентамның сантиметрі 1 сантиметр, ал ұзындығы на жерде примерно 30. Енді жай ғана бантик ретінде байлай саласыз, артық жерін қайшымен кесе саласыз. Міне, бантигім осылай болып шықты. Қисығынан кесем, әдемі көрініп тұру үшін. Дүзу емес, кішкене қисығынан кестім. Міне біздің бомбонеркамыз уже дайын. Егер де осындай жасағыңыз келсе, обязательно комментарийді оқыңыз.